Бүгінгі сабақта 270 форма декларацияны қалай тапсырамыз, сол жайлы көрсететін боламын. Алдымен физлицо ретінде кабинетке кіріп аламыз, себебі бұл 270 декларация физлицо ретінде тапсырылады. Аты айтып тұрғандай, декларация о доходах и имуществе из лица. Яғни сенің өзіңнің доходың және мүлкің туралы декларация. Ол декларацияны біз қашан тапсырамыз, бірінші тапсырамыз ба, екінші рет тапсырамыз ба, соны білу үшін біз кабинетке кіреміз. Мысалы, бұл жеке тұлғаның, яғни госслужащийдің өзінің тапсырған декларациялары. Госслужащийлар бізде жалпыға бірдей декларация бойынша теория сабақта айтқандай, ең бірінші 21 жылы тапсырды, я. Госслужащийлар жалпыға бірдей жаңағы режимнің бірінші кезеңіне енген. Ол первоначальный тапсырады, 250-ді бірінші тапсырады. 250-де біз жаңағы қандай активің бар, қандай ақшаң бар, соны көрсетеміз, я. Ал одан кейін біз сол ақшаның арқасында сен мынау жаңағы 270-те тапсырған кезде қандай мүлік алдың, немесе саттың деген сияқты нәрсені көрсетеміз. Именно бұл жерде 270 формада өзгерістер енгізілді. Енді қазір мысалы барлық 270-те өзіңнің нақты тауып атқан табысыңды, Қазақстан Республикасынан тауып атқан табысыңдан жаңағы көбісін алып тастады, бір пунктін ғана қалдырды, алып сатқан нәрсең туралы. Ал бірақ өзіңнің жеке, мысалы, госслужащийлар мысалы белгілі бір табыс көрсетеді ғой, соны 270-те көрсетпейді, себебі ол 270-те мемлекет өзі Қазақстан Республикасында қандай табысың бар, бәрібір оны өзі көріп тұрады, я. Сол үшін Қазақстан Республикасында тіршілерде тағы қандай табысың бар деп сұрап жаңағы тапсырғызады, я. Енді бұл 250-ді тапсырғаннан кейін первоначальный болады ғой, 270-ті бірінші рет тапсырады 250-ден кейін. Сол үшін ол жаңағы келесі жылы, мысалы 21 тапсырғаннан кейін 22-де ол первоначальный болып, мына жерде шатасқан. Сосын кейін ол 270-тен кейін жаңағы 2022-де очередной тапсырады, кезекті жыл сайын тапсыра береді очередной, я. Ал енді мысалы бізде ИП-лар қалай тапсырылады, яғни ИП-лар ол 24-ші жылы декларациялаудың 3-ші кезеңіне енген. Сосын кейін олар жаңағы жұбай және оның ИП-ның өзі тапсырады, және тұлғалар және олардың жұбайы деген сияқты тапсырады деді, я. Сол үшін олар 2024-те 250-ді бірінші рет тапсырады да, первоначальный болып. Одан кейін 25-ші жылдан бастап 270-ті очередной тапсырады. Әрі қарай жаңағы декларациялаудың 4-ші кезеңі жалпыға бірдей декларациялаудың барлық кезеңіне енген барлық Қазақстан Республикасының азаматтары тапсыратын болады. Енді біз бәрін біліп алдық, қандай нәрсе тапсырамыз, очередной ма или первоначальный ма екен. Бізде очередной болады. Біз енді подать документ деп басқанда 270-ші декларацияны таңдаймыз осы жерден, сосын мына жерде датаны таңдаймыз. Бізде қазір 26-шы жыл, біз 25-ші жыл үшін кезекті 270 тапсырамыз. Подать документ деп басамыз, сосын кейін мына жерде номер телефон, электронды почта жазу міндетті емес. 2025 автоматты түрде таңдалды. Және бұл жерде өзіңнен бөлек жолдасыңның енін жаз деп тұр. Егер жолдасың жоқ болса, онда енін жазбайсың. Вид декларации деген бізде первоначальный деген ол ең бірінші рет 270-ті тапсырып тұрсаң первоначальный болады. Ал егерде екінші рет, мысалы, первоначальныйды 25-ші жылы бірінші рет тапсырды, сосын 26-ші жылы жаңағы кезекті 270 тапсырды, солай болады, я. Ал одан кейін очередной кезектісі, мысалы қазір көрсеткендей 25-ші жыл үшін біз 26-ші жыл тапсырамыз, очередной деп таңдаймыз.
Ал эгерде ол кісі белгілі бір өзінің табысы және мүлкі жайлы қосуды ұмытып кетсе, дополнительный тапсырады. Дополнительный по уведомлению бұл бізде 270 декларация формасы. Жаңағы салық көрсетілгендіктен, бұл жерде салық салу көрсетілгендіктен бұл камеральный контрольға ілінеді. Сол үшін белгілі бір мүлкіңді немесе табысыңды көрсетуді ұмытып кетсең, камеральный контроль келеді, сосын барып дополнительный по уведомлению деп басып тапсырасың. Енді бізде очередной қазір. Сосын кейін представленный приложение деген өзі приложениелер бар. Бұл жерде 7 приложение. Енді бірінші астыңғы жағынан бастап түсіндіре бастаймын. Себебі бұл астыңғы жағынан бізде қазір көбінесе тапсырып қажет емес болып саналатындар көбінесе астыңғы жағында кездеседі. Негізінде бұл мына жерлердің барлығына галочка қойып, барлығын тапсырмайсың. Қандай нәрсе бар, мысалы, соны ғана тапсырасың. Мысалы, мен мынаны көрсетейін, иә. Имеется ли у вас финансовая прибыль контролируемой иностранной компании? Если да, пожалуйста, отметьте, заполните приложение 7 деп тұр. Мысалы, бұл қандай жағдайда тапсырылады? Мысалы, далее деп көрсетейік, иә. Ол бізде жаңағы шет мемлекетте өзіңнің доляң бар болатын болса, жаңағы компанияда, онда сен осы жердегі доходыңды көрсетесің, добавить деп. Наименованиясын, код страны, солардың барлығын жазасын толтырып, бұл көбінесе көп кездесе бермейді. Сондықтан біз бұл общий разделдан бұл строканы алып тастаймыз. Сосын кейін бізде екіншісі, имеется ли у вас дебиторский кредитная задолженность на 31 декабря отчетного налогового периода за исключением задолженности банками и организациями. Яғни бізде 26 жылы, 25 жылы 31 декабрьге дейін сен біреуге қарыз болсаң, немесе біреу саған қарыз болатын болса, сол нәрсені көрсет. Бірақ та бұл жерде банкке қарыз болғаның, немесе банкке қарыз болған, немесе басқа нәрселер кірмейді. Тек қана физлицо, юрлицолар бір-біріне қарыз болғанда ғана көрсетіледі. Банктердің задолженностьтері бойынша көрсетпейсің деп айтып қойған, за исключением деп. Енді мысалы осы бар болатын болса, мына жерде далее басайық. Добавить строку. Вид задолженности. Дебиторский ол саған біреу қарыз болған болса, оны осыны таңдаймыз. Кредиторский сен біреуге қарыз болған кезде соны таңдаймыз. Мысалы, біреу саған 25 жылы қарыз болды, иә. Сосын ол кісінің жаңағы қарыз болған кісінің иінін жазу керексің. Сосын кейін теңгемен алатын болса, мысалы, онымен кезет деп таңдаймын. Теңгемен қарыз болды, сол кейін ол жерде ол кісі 1 миллион қарыз болды, иә, 25 жылы. Сосын кейін срок возврата согласно договору, яғни договор бойынша. Белгілі бір договор құрасын распискамен, иә. Мысалы, 25 жылы октябрьдің 15-інде қайтару керек ол кісі 1 миллионды. Сосын кейін номер лицензии нотариуса проводившего нотариальное действие. Яғни бұны біз тек қана осы нәрсені қанжайда жағдайда көрсетеміз. Біреу саған қарыз болғандағы, оны тек қана нотариус арқылы жаңағы распискамен сол менің қарызым осы кісіге қарыз беріп жатырмын деп куәландырса, тіркесе нотариус, сол кезде жазамыз номер лицензия нотариусты, одан кейін нотариустың лицензиясының номерін жазамыз. Ал егер бұл нәрсені осы 270-те көрсетпей кетсең, онда 270 формадан бөлек сен мысалы Каспий Голдыңа 26 жылы ма қарызың Каспий Голдқа түссе, ол адам жаңағы нетесің, ол кезде налог төлейсің, от суммы 10%. Ал егер осы жерде көрсетсең, онда налоговый саған ештеңе налог төле деп ешқандай нәрсе айтпайтын болады. Сол бізде не үшін көрсетеді деген жер осы сол үшін керек.
Егерде бұндай жоқ болатын болса, онда біз бұны жазбаймыз. Именно общий разделға барайық қазір. Бұл жерде біз бұны алып тастаймыз. Бұндай бізде жоқ. Біз ешкімге қарыз болмадық 25 жыл, және бізге ешкім қарыз болмады. Сосын кейін мына жерде приобретали, получали ли или отчуждали или в имущество в течение отчетного календарного года, в том числе за пределами Республики Казахстан деген от противодействия коррупции. Яғни бұрындары біз жаңағы алған немесе берген, алып сатқан мүлкімізді жаңағы именно Қазақстан Республикасындағы тыс жерлерде жазатынбыз. Енді қазір тек қана оны арнайы госслужащийлар ғана жазады. Егерде өзің физлицо болатын болса, онда жаңағы белгілі бір лауазымды тұлғаға жатпасаң, онда сен бұл жерді толтырмайсың. Бізде ондай болған жоқ, біз және оны белгілемейміз, мысалы. Одан кейін бізде имеется ли у вас имущество за пределами Республики Казахстан. Осы жерден бастап енді көп адамдардың толтыратын жерлері басталады. Имеется деген бастап мына жерге шейін, иә. Имеется ли у вас имущество за пределами Республики Казахстан. Онда оны осыны белгіле деп тұр. Егер де Қазақстан Республикасының тыс жерлерде жаңағы общий информацияда біз нені бастық? Имущество, иә. Ол басқаннан кейін далее басамыз. Добавить строку дейміз. Мысалы, сіз белгілі бір покупка жасадыңыз, немесе продажа жасадыңыз, наследство болды, немесе белгілі бір самовозведение болды деген сияқты. Мысалы айталық, покупка жасадыңыз, иә. Сосын вид имущества. Мысалы, сіз белгілі бір недвижимость сатып алдыңыз, транспорт сатып алдыңыз, бағалы қағаз деген сияқты айтатын болсақ, осы жерді таңдайсыз. Егер де біз мысалы ценный бумаги сатып алатын болсақ, біз количествосын жазамыз, сосын кейін жаңағы номер договорасын жазамыз, дата государственной иной регистрация жазамыз, сізге сатқан кісінің неймін жазамыз, сол ценный бумаганы. Соны сіз жаңағы шет мемлекетте доллармен сатып алдыңыз, иә. Мысалы, ең бірінші тұрған доллар таңдаймыз, сосын кейін код валюты жазамыз, иә. Доллар США деп. Одан кейін мысалы мына жерде ввести вручную деп жазамыз. Сіз 20 мың долларға белгілі бір покупка ценный бумага сатып алдыңыз. Сіз бұл жерде неге оны жазу керек? Себебі бұл жерде сіз ол сумманы жаңағы осы сумма үшін налог төлемеуіңіз үшін бір жағынан, иә. Бізде біз жаңағы 250 декларацияда қандай активің бар, қандай ақшаң бар деген сияқты нәрселерді жазған болатынбыз. Сол жерде міндетті түрде 250-ді тапсырғанда бірінші қаншалықты ақшаң бар, активің бар, соны міндетті түрде жазу керексің. Себебі сен 25 жылы емес, 24 жылы 250 тапсырып отырып, 25 жылы 270 тапсырған кезде сен осы ақшаны 250-де көрсетпедің ғой, енді 270-те оны қайдан алдың деген сұрақ туындамау үшін 250-де міндетті түрде сол активіңді қанша теңге наличный болды, соны көрсетуің керексің. Себебі егер де көрсетпесең 250-де мысалы мемлекет санайды оның бәрін,
Ол жерде мысалы сенің табысың 25-ші жылы 300 мың болып, сен оны 12 ай бойы алғанда 3 миллион 600 мың болады. Соны мемлекет оны долларға айналдырады. Мысалы курс валютасы осындай болса, 7500 ғана доллар ғана сен табыс таптың. Сонда сен мына жерде 20 мың долларға неге ценный бумаганы қалай сатып алдың? Оның жаңағы разницасы 12,5 мың, осы жаңағы 12,5 мың доллар, иә. Соған байланысты сен өзің 10% налог төлеуің керек деп міндеттейді. Ал егер де ол 250-де жазылған болатын болса, онда сенікі осы жерде осы суммаға сай келетін болса, онда мемлекет ешқандай налог төлетпеуші еді. Сол нәрсені міндетті түрде жаңағы дұрыстап жазу керек болады, иә. Егер осындай покупка жасасаң, немесе белгілі бір продажа жасасаң деген сияқты нәрселерде 250-ді міндетті түрде дұрыстап жазу керек. Егер бұл жоқ болатын болса, онда біз жаңағы общий информацияда оны көрсетпейміз, иә. Егер бар болатын болса, көрсетесіз. Келесі, имеется ли у вас доходы лица, занимающиеся частной практикой? Нотариус пен судебный исполнитель, адвокат, солардың барлығы бұл жерлерде өздері негізі толтырады. Ол жерде мысалы нотариустер болатын болса, осы 1 жыл бойы жаңағы доходына байланысты ИПН-дерін көрсетеді, иә. Қанша налог төлейтінін соны жазады. Оның негізінде нотариустер өздері дұрыс біледі деп ойлаймын. Сол үшін біз ол жерде бизнес ретінде тапсырып жатқандықтан оны көрсетпейміз, иә. Келесі бізде желаете ли вы зачесть или вернуть сумму превышения ИПН, заполняя с 1 января 25 жылы. Егер бар болса, я болса, онда осы толтыр деп айтып тұр. Именно ИПН бойынша асып кеткен сумманы 25 жыл үшін 1 январдан бастап оны қайтарғың келе ма? Вернуть болатын болса, осы жерге требование о зачете превышения ИПН в сумме жазасын. Сосын кейін превышение ИПН за счет, прошу за счет, зачет в счет деп жазып, суммасын жазасын. Сосын кейін КБК, сумма налогов, сумма пени, қашан қайтарып алғың келеді, иә. Соны жазуың керексің. Сосын кейін ол жерде сумма ИПН после погашения налоговой задолженности, а также внесение в счет предстоящих платежей, именно басқа ИПН-деріңіз бойынша келесі ИПН налогтарын төленуге қосамын деген сияқты. Сосын өзіңнің банк шотыңды, сосын код банкасын жазу керексің. Егер ИПН-імді қайтарып аламын десең. Соны жазу керексің. Әрі қарай келесі бізде ең есі имеется ли у вас имущество за пределами Республики Казахстана толтырдық. Желаете деген толтырдық. Именно одан біріншісі тұрған, ол бірінші приложение, ол бізде имеется ли у вас доходы, подлежащие налогообложению физлицом самостоятельно, имущественный доход именно за пределами Республики Казахстан, доход домашнего работника, доход медиатора, доход лично подсобного действия. Яғни бар болса, осын толтырасың, иә. Жоқ болса, оны толтырмайсың. Мысалы бізде белгілі бір жаңағы мысалы бойынша қарастырайық осы жерлерді. Ең мысалы осы жер күрделі, негізінде осы жерде дұрыстап тапсыруыңыз керек, иә. Бар болатын болса. Бұл жерде енді 2025 жылы үшін сен өзің бұрында мысалы өзіңнің жеке табысыңды көрсететін болсаң, бұл жерде сен енді имущественный доход және басқа да доход түрлерін, имущественный доходтан бөлек түрлерін көрсетесің. Содан кейін біз былай қалай
тапсырамыз, яғни бірінші имущественныйды тапсыратын кезде имущественный доходтарын жазып аласың. Сосын кейін барып астыңғы жағында басқа да доходтарын жазып алғаннан кейін оны мысалы корректировка жасайсың белгілі бір статьялар бойынша, иә, 341-ші 654-ші статьялар бойынша налоговый кодекстің. Одан кейін барып сен белгілі бір вычеттерді қолданасың, стандартный вычет соларды. Сосын барып шыққан сумманы мына жерде ИПНіңді төлейсің, иә, соған байланысты көрсеткен имущественный доходтарың бойынша. Бұрындары енді ол жаңағы именно көрсеткен нағыз өзіңнің табысыңнан басталатын доходтарды көрсетпейтін, енді қазір имущественный доход деген сияқты және басқа да прочий доходтарды көрсетесің, иә. Енді біз осы жерден бастаймыз. Мысалы, өзің 2025 жылы белгілі бір өзіңнің үйіңді арендаға бересің. Ол бізде доход получен от сдачи в аренду имущества лицам, не являющим налоговым агентами деп тұр. Сол жерге жазуыңыз керек. Сол үйің ай сайын 100 мыңнан болды, сен оны 25 жылы 12 ай 1 жыл бойы арендаға бердің, 1 200 000-ды осы жерге арендаға берген үшін доход ретінде жазу керексің. Сосын ол мына жерге имущественный болып жазылады. Одан кейін екінші доход, ол мысалы осы 25 жылы белгілі бір үй сатып алдың да, сосын сол 25 жылы бір айдан кейін болсын, 2 айдан кейін ба, сол уақытта сен сатып жерін, иә, 20 миллионға сатып алып, 22 миллионға сатып жерін 1-2 айдан кейін, сосын кейін 2 миллион үстінен пайда көрдің, соны мына жерге жазу керексің. Сосын кейін әрі қарай тағы да айта кететін нәрсе, мысалы ол жерде бұрындары егер де сен бір жылдан кейін сататын болсаң осы үйді, онда сен налог төлемейсің деген. Енді қазір бізде өзгерістер енгізілді. 2 жылдан кейін сатсаң ғана налог төлемейсің, 2 жыл ішінде сатсаң, онда сен налог төлейсің деген өзгертулер енгізген. Енді біз имущественный доходтан бөлек, біз енді Қазақстан Республикасының тыс жерлерде қандай жаңағы доходың болды. Яғни бізде ол егер выигрыш болса, выигрыш жазасын, дивиденд болса, солар жазасын, иә, стипендия, страховая выплата, вознаграждение, пенсионная выплата, басқа да табыстар за пределами Республики Казахстан, домашняя работа, полученная не от налогового агента. Солардың барлығын жазасын, иә. Именно за пределами Республики Казахстан. Бұл жерде өзіңнің Қазақстан Республикасының ішінде жүргендегі пенсия, студенттік төлемдер, дивидендтер жазаймыз. Олардың барлығы уже базада бар мемлекеттің, бірақ шет мемлекетте сол басқа осындайлар болатын болса, онда соны жазу керексің. Бізде енді мысалы жаңағы шет мемлекетте бір жаңағы жылқы шаруашылығымен айналысасың, соның ішінде жаңағы жылқыны 1 жыл бойы жаңағы өсіресің да, соған сатасың, иә, жылқыңды. Соған мысалы 2 миллионға саттың, ол сенің табысың болды. Бізде итог подлежащий на налогообложению 3 200 000 шықты. Сосын мысалы кейбір адамдар бір жаңағы не бағалы қағаздар сатады, иә, соған біз қайсыға жазамыз, яғни доход из источника за пределами Республики Казахстан В1-ден бөлек, мысалы мына жерде мынандай не бар. Другие доходы, полученные за пределами Республики Казахстан. Осы жерге мысалы ценный бумага саттың 1 миллионға. Сонда бізде общий налог 4 200 000 болды. Енді осылардың барлығын жазып алғаннан кейін, доходтардың барлығын жазып алғаннан кейін, бізде енді мынау астыңғы жағында
корректировка деген бар. Е бөлімінде корректировка доходов, в том числе 341 мен 654 статьялар бойынша. Енді бізде жаңа корректировкада біз бұл жерде қолдана алатын корректировка қайсысы екенін көрсетейік. Мысалы бізде доход от личного подсобного хозяйства, по которым не было произведено удержание ПН деген жерде 2 миллион жылқыда шаруашылығымен 25-те алып саттық дайындап, иә. Сосын осы жерде біз корректировка қолдана аламыз, яғни 341 налоговый кодекс бойынша. Ол жерде жаңағы 282 кратный размер месячный расчетный показатель бойынша біз жаңағы корректировка қолдана аламыз. Мысалы, ол жерде бізде қалай 282 деген кратный месячный расчетный показательді көбейтеміз. 2025 жылы 1 МРП 3932 теңге болды. Ол бізде 1.108.824 теңге. Соны біз корректировка қолданамыз. Сосын кейін мына жерде осы жерге жазамыз корректировкаға. Яғни бізде қазір доход 4.200.000 болды, иә. Сосын біз жаңағы 1.108.824 корректировкаға қолдандық та, бізде общий төлену доходымыз 3.091.176 шықты. Соған байланысты біз налог төлейміз 10%, иә. Біз азайттық деген сөз. Доходымызды азайттық, налог төлейтін налогымызды азайттық. Енді тағы да басқа корректировканы 654 налоговый кодекс бойынша қайсы бар, сізде сол келеді, сол бойынша да қолдансаңыз болады. Сол дәл сол жаңағы 341-де өзіңіз налоговый кодексті оқып көрсеңіз болады. Сізде қандай вычет қолданылатыныңыз. Сосын кейін корректировка қолданылады. Енді бізде вычет деген нәрсе бар. Тағы да вычет деген нәрсені бізде барлық Қазақстан Республикасының азаматтары жаңағы 14 МРП қолданылады. Жаңағы статья налоговый кодекс 346 бойынша 14 МРП бізде жаңағы бір рет месячный расчетный показатель 14 МРП болса, бір жылда 168 кратный размер қолданамыз. Сол 168-ді біз 1 МРП-ге жаңағы 168 көбейтеміз, 25 жыл 1 МРП 3932 көбейтеміз. Сол бізде 6.576 теңге. Соны біз налоговый стандартный вычетқа жазамыз. Бірақ та бізде тағы да стандарт налоговый вычеттің басқа да екінші түрі бар. Ол бізде 882 кратный размерді қолданатындар бар. Бірақ ол барлық адамдар емес, мынау адамдар қолданылады. Көбінесе ұлы отан соғысы ардагерлері, сосын кейін жаңағы инвалидісі бар деген сияқты адамдар қолданылады. Яғни сол жерде анық жазылған. Ал көбінесе осы вычет 14 МРП-ні өзі басқа любой кез келген азаматтар қолданылады. Мысалы, бұл жерде бұл кісі жұмыс істемейді, иә. Өзі жаңағы арендаға берді, немесе сол 25 жылы үйді алып сатып, разница суммасын 2 миллион доходты көрді. Яғни бұл жерде ешқай жерде жұмыс істемейді, ешкім вычет қолданбады, жұмыс істемегендіктен, иә. Сондықтан бұл жерде ол кісі вычетті өзі қолдана алады. Я, егер де бұл кісі басқа жерде жұмыс жасайтын болса, онда ол бірінші жұмыс берушіден өзінің жұмыс орнына сұрақ көру керек, вычет қолданып екен. Вычет қолданбаса, онда жазады, үшіге вычет қолданса, оны жазбайды деген сөз, иә. Соны біз біліп анықтап алуымыз керек. Енді бізде бас кезінде итог налог 4.200.000 болды ғой, иә. Доходымызға байланысты, иә. Соған бізде жаңағы корректировканы қолдандық. Одан кейін біз стандарт налоговый вычет жасадық. Сосын кейін бізде жаңағы сумма индивидуального подоходного налога мынау 2.430.600.000 теңгеден енді тағы санаймыз. 2.430.600-ді общий ең соңында шыққан
облагаемый сумма доходаны көбейтеміз 10%-ке. деген шығады, иә, қаржы төлеу керек екен. 243.060 теңге. Соны мына жерде сумма исчисления индивидуального подоходного налога деп жазамыз. Одан кейін бізде енді тағы да нәрсе бар, осындай зачет иностранного налога финансовой прибыли. Мына жерде жазамыз, бұл емес. Зачет иностранного налога деген мысалы белгілі бір за пределами Республики Казахстан белгілі бір ценный бумага 1 миллион теңгеге сатып алдың, иә. Сосын сол басқа шет мемлекетте сен сол 1 миллион теңгеді сатып алған налогыңа байланысты сол мемлекетте налог төледің. Ал енді бізде двойной налог деген заң бар ғой негізі. Сол жерде енді шет мемлекетте налог төлегенің үшін Қазақстан Республикасында ол үшін тағы да екінші рет налог төлемейсің. Сол үшін егер де сен осы жерде шет мемлекетте төлеген налогыңның подтверждающий құжаты болатын болса, онда сен мына жерде 1 миллионның 10%, ол бізде 100 мың теңге, соған мына жерде зачет жасай аласың. Егер де бар болатын болса, иә. Сонда бізде 243.060-тан ол сумма жаңағы индивидуальный подоходный налога төлеу керек Қазақстанда 143.060 болып шығады. Осылай бізде азаяды. Енді біз қорытындылай келетін болсақ, бас кезінде біз имущественный доходты жазып аламыз, яғни одан кейін біз мына жерде Қазақстан Республикасының тыс жерлерде басқа да жаңағы доходтарды жазамыз, иә, другие доходтарды. Сосын кейін біз мына жерде тағы да жаңағы корректировка деген нәрсе қайда? Сол нәрсені қолданамыз. Мына корректировка деген нәрсені алып тастаймыз, одан алып тастаймыз вычетті. Сосын барып, ең соңында жаңағы зачет иностранного налога бар болатын болса, соны жазамыз. Сосын кейін общий төлену керек налог 143.060 осылай шығады. Сосын мына жерде бин аппарат, акиматтың бин аппаратын жазамыз. Мысалы ол бізде ол қаланың атын жазуымыз керек. Яғни бинің ол тұрғылықты жері бойынша, иә, жазылады именно. Сосын кейін далее басамыз да, мына жерге галочка қоямыз. Подтверждать етеміз да. Сосын я подтверждаю дейміз. Сосын кейін мына жерде ар жағында жаңағы тұрғылықты жерің бойынша тіркелген прописканы жазамыз. Сосын сформировать етіп, осы сформировать еткеннен осы жерде тағы да подписать деген жаңағы осылай шығады. Сосын подписать етеміз етістікпен. Сонда біз мына жерде общий информацияда міндетті түрде қайсысы бар, соны жазуымыз керек. Бәрі бірден бүйтіп басып жазып тастамаймыз. Ал егер мысалы мыналардың барлығы жоқ болатын болса, вообще оны бәрін алып тастайсың. Далее деп жаңағы полный жаңағы далее деп басасың да, ең соңында подписать етесің. Осылай 270 форма декларациясы толтырылады.